12-16 маусым аралығында Туған елге тағзым экспедициясы біздің мектебіміздің аясында өтті. Осы экспедицияға барлығы 24 оқушы қатысты. Әртүрлі пәндердің мұғалімдері балалардың жобаларына жетекшілік етті. Ең негізгі ерекшелік осы жылғы экспедициямыз өңіріміздегі экологиялық проблемаларға, экологиялық мәселелерге арналған болатын. Соның ішінде яғни өсімдіктерді зерттеу және қазіргі өңірде болып жатқан проблема бұл орманның өртенуі. Сол проблеманы аша отырып, оның шешу жолдарын оқушылар ұсынған болатын. Оқушыларымыз өте керемет жобалар жасап шықты. Жобалардың негізгі бағыттары бұл информатика пәні және биология пәнінің негізінде болды. Яғни бұл жобалардың негізінде оқушылар өздерінің қолданбалы дүниелерін жасап шықты. Оның ішінде гербарий және де телеграм-бот, яғни бұл жобалардың қорытындысы ретінде осы оқушылардың шығарған қолданбалы приложение деп атаймыз ғой, приложениялар және гербарийлары осы өзіміздің мектепте қолдануға болады. Келген сарапшыларға көп рахмет. Сарапшылар өте жақсы ұсыныстар берілді. Яғни осы ұсыныстардың ішінде жаңағы жасалған жобаларды ауқымды етіп қалалық деңгейге және республикалық деңгейге шығару болып табылады.